Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгінгі сабақта біз нөлден бастап 5 миллион теңгеге товарный бизнес арқылы шығудың толық, нақты, детальный схемасын беретін боламыз. Сол үшін де видеоның соңына дейін көріңіздер, және де бұл видео арқылы сіз бірден кәсібіңізді бастап кете аласыз, бірден товарный бизнесті ашып кете аласыз. Жалпы бұл видео негізі кімдерге арналған? Сіздерде егерде бизнес ашуға вложенияңыз, ақшаңыз болмаса да, бизнесте опытыңыз болмаса да, қандай товар сататыныңызды білмесеңіз де, күніне 15 сағат жұмыс жасауға уақытыңыз болмаса да, бұл видео сізге пайдалы болады, және де осы видеода инструменттер сізді өзіңіздің мақсатыңызға қол жеткізе алады. Менің есімім Еркебұлан, Абырой Watch компаниясының есімін 22 жастамын, кәсіпті 17 жастан бастағанмын. Және де қазіргі таңда менің 1 миллион долларлық компаниям бар, ол Абырой Watch компаниясы. Бізде Қазақстан нарығында, сағат нарығында бірінші орындамыз. Сонымен қатар менде материальный жетістіктерімді айтатын болсам, ол менде 170 миллион теңге автопарк бар. Енді жігіттер көбісі машинамен өлшейді, машинамен мақтанады. Сол ішінде менде 3 машина, оның біреуі Porsche 911, екіншісі BMW X5, және де үшіншісі енді ол менікі емес, мен ағама сыйлаған машина, ол Camry 75 автокөлігі. Сонымен қатар мен өзіме ата-анама үй салып бердім. Дополнительно менде енді көп саяхаттаймын, 17 мемлекетте мен саяхатта болдым. Және де қазіргі таңда активно өзімнің жеке парақшаларымды, өзімнің ойларыммен, өзімнің біліміммен жастарға бөлісіп, жалпы кәсіп бастағысы келетін адамдармен бөлісіп, уақытымды, жалпы фокусымды арнап жатырмын. Енді жалпы товарный бизнестің біз потенциалын, товарный бизнестің күшін түсіну үшін басқа адамдардың историясын алсақ болады. Мысалы, менің ученикімнің бірі, ол Айбар деген кісі, парфюммен айналысқан адам, 20 жастағы жігіт, бізге обученияға дейін ол минус 3 миллион теңге қарызбен келген болатын. Дальше өзінің бизнесін жауып тастап, немен айналысатынын білмей жүрді. Және де біздің обучениядан кейін осы 2025 жылы март, яғни наурыз айында ол 29 миллион теңге оборот жасады, бір айлық обороты. Және де өзіне Camry 55 автокөлігін обучениядан кейін 4 айдан кейін сатып алды. Тағы да бір сондай кейсіміз Мерей деген кісі, ол бізде 2,5 миллион оборот жасайтын, ол еркектерге арналған барсетка, аксессуар сататын. Қазіргі таңда оның компаниясы айына 8-9 миллион теңге оборот жасайды, және де Camry 75 автокөлігін өзіне сатып алған болатын, тоже наличкаға. Жалпы видеоны соңына дейін қарасаңыздар, сіздер 24 сағат ішінде нақты әрекет жасап кететіндей, нақты бизнесті бастап кететіндей товарный білімді алатын боласыз. Сіздің миыңызда ешқандай сұрақ болмайды, қалай істеймін, не жасаймын деген. Одан кейін бізде алғашқы айда қалай 1 миллион теңгемен 5 миллион теңге прибыльға шығуға болады. Осыны нақты айтамыз. Және де онлайн магазин ашқан кезде 95% бастаушы кәсіпкерлер жіберетін қателікпен де бөлісетін боламын. Және де 5 жыл бойы мен өзімнің жинаған опытым, өзімде қолданатын товарный бизнеске қатысты барлық файлдар мен презентацияны мен сыйлыққа беретін боламын. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Әрине бұндай керемет өмір, инстаграмный өмір дейік бір сөзбен айтқанда, ол бірден болмайды адамда. Ол уақыт өте келе болады. Жалпы товарный бизнесқа мен қалай келдім? Универ оқып жүрген кезде менде қосымша табыс тапқым келді. Себебі менің қасымда жүрген группаластарымның, сыныптастарымның әкелері машина алып беріп жатты оларға. Бәрі машина алып жатты, права алып жатты 18 жасқа толғаннан кейін. Ал мен ештеңем жоқ, себебі мен бай семьядан шықпағам, өте қарапайым семьядан шыққам. Мен жаңа СДУ Сулейман Демирель университетінде оқыдым, және сол университетке мен маршрутка дейді. Өткен жолы бір группаласымен келіскен кезде маған айтады да, Еркебұлан, бір кезде маршруткамен жүріп едік қой дейді да. Қазір сен өзіңнің армандарыңды орындап, спорткармен жүрсің дейді да. Мен сол есіме түсірші, мен ойладым да, негізі өмір қызық. Аз уақыттың ішінде қалай өмірің түбегейлі өзгеріп кететінін білмейсің. Ең бастысы, просто бір идея келіп, бір ішіңде шабыт келсе, просто әрекетке, өзіңнің арманыңа қарай қадам басу, бұл ең ключевой әрекет болды. Сөйтіп универде жүрген кезде мен курьер болып та жұмыс істедім подработкада, одан кейін дизайнер болып сайттар жасап жүрдім сол жерде. И мен қандай ақша табу көзі болды, ата-анама жүк салмай 18 жастан бастап мен өз-өзімді толық қамтамасыз етіп, өзімнің расходтарымды сол уақыттан бастап шығара бастадым. Көп обучениялар алдым, көп обученияларға барып оқыдым. Яғни қандай мені жетістікке жететін инструменттер болды, соны мен барлығына өзімнің фокусымен акцентімді бөле бердім. Бір кезде курьер болып жүрген кезде бір заказ түседі маған. Сол заказ алған кезде анау бір жас жігіт маған береді бір бокс. Сол бокс мен аламда апортқа апарып беремін, Алматы қаласында. Мен клиенттен сұраймын ғой, бұл бокс не бокс десем, мен айтады, мен OLX арқылы бұны заказ бердім дейді. И не бердім деп сұрасам, ана жерде жаңа парфюм, тағы бір-екі зат бар, еркектерге қатысты сыйлыққа да, жаңа жыл уақытына.
мен ойлаймын да адамдар просто барахолкіден товарды оптом алып алып осындай бокске салып OLX-пен сатып ақша тауып жатыр. Ал мен курьер болып бір заказдан ол кезде 600 теңге 700 теңге табатынмын да. Сол маған өте қатты тиді. Себебі мен мектепте де қатты оқыдым, университетте қатты оқып жаттым. Мен ішімде сұрақ болды да, неге мен университетті, мектепті жақсы оқыдым, егер де мен курьер болып жүру үшін, сонда мен өмірім курьер болу үшін арналған ба деген сияқты өзімнің ішінде кінәлі сезім пайда болды. Сол үшін де мен өзім сол кезден бастап болды, мен курьер болмаймын, мен осы жұмысты тоқтатамын, мен өзіме фокус бөлемін деп көп подкасттар, көп кітаптар өзімнің дамуыма уақыт бөле бастадым. Жалпы менің алғашқы бизнестарым бірі ол вата саттым, ол жерде қадалдым, андай постерлар саттым, ол постердан да қадалдым, минусқа кеттім. Самокат сатып көрдім, ол сезонный болып тоқтап қалды. Сөйтіп реплика AirPods'тар саттым, и ол жерде мен с нуля бастап, ол жақта уже менде прибыль болып, алғашқы успешный бизнесмен табысқа шыға бастадым. Алғашқы жалпы мен миллиондарымды, алғашқы өзімнің үлкен ақшаларымды сол сәтте таба бастадым. Сөйтіп мен Abrowatch компаниясын қарызға сатып алдым. Қарыз сатып алғаннан қазір компанияның оценкасы бізде $1 миллион. Бізде Қазақстанда 10 мыңнан астам біздің өзіміздің клиенттер, тұтынушылар бар. Және де біз мемлекетпен де көп кәсіпорындармен оптом жұмыс жасаймыз, корпоративный. Яғни мен осындай вата сатып бастаған жігіттен қазіргі дәрежеге дейін қол жеткіздім. Енді неге кәсіпті біз онлайн жүргізуіміз керек? Жалпы кәсіпті онлайн жүргізуді мен сіздерге санмен айтайын. Ең біріншісі бізде Инстаграмда жалпы активный адамдар қолданатын аккаунт саны 10 миллион. Ал TikTokта бізде 12 миллион бізде активный аккаунт бар да. Енді ойлаңыздаршы, 10 миллион және 12 миллион бұл өте үлкен цифраларда. Енді бұндай цифра мен ойымша нені білдіреді? То, что бүкіл адамдардың назары онлайн магазинде. Мысалы мен өзім бұрын барахолкіде маркетолог болып біреулерге сайт жасап бергім келіп жүретін. Сол кезде мен крем инстаграмдарыңды жүргізіп берейін, және обучение оқығаннан кейін сайттарыңды жасап берейін деген кезде маған айтатын: жоқ, керек емес, зачем бізге инстаграм, зачем бізге, қызық емес сондай мелочь адамдар айтатын да барахолкідегі. И қазір қарайсыз, барахолкідегі көбісі жабылып қалды, көбісінің саудасы жоқ, өкінішке орай көбісі минусқа кетті. Неге? Себебі заманның талабына олар реттеле алмады, адаптировать ете алмады. Ал қазір бүкіл сауда, бүкіл ақша тек қана онлайн саудада. Ол бірінші зат. Онлайн сауданың плюстарын айта кетсек, ол ең біріншісі, ол жерде нөлден бастап кіре аласыз. Екіншісі, ол жерде риск өте аз, өйткені сізде жаңа офис немесе бір торговый точкаға көп ақша салып тастамайсыз, сіз аздан көріп, аздан тест жасай аласыз. Және де Инстаграм арқылы сатудың плюсы, ол жерде маркетплейстағыдай бізде демпинг жоқ. Өйткені көп бизнестарда демпинг бар. А бұл жерде сен демпинг емес, өзіңнің маркетинге, өзіңнің таргетіңе қарай сен демпингге етілмейсің. Одан кейін сенде помещенияға расход кетпейді. Трафик санын, яғни саған келетін адамдар санын өзің контролировать ете аласың. Қазақстан кез келген қаласымен жұмыс жасай аласың, кез келген қазақпен жұмыс жасай аласың, бір сөзбен айтқанда. Және де онлайн магазинді масштабировать етіп, үлкен продажаға кеп, активный подписчиктармен жинап, оны как бизнес ретінде біреуге сатып жіберуде оңай. Және де осылай сен стартты бастап кетіп, масштабқа шыққаннан кейін сен офлайн, яғни өзің қалайтындай жаңа шоурум, өзің офлайн точкаларыңды аша берсең де болады. Сол үшін ең бірінші кез келген кәсіпті біз онлайн Инстаграм арқылы жасап бастауымыз керек. Неге именно товарный бизнесті біз Инстаграм және TikTokпен жүргізуіміз керек? Бізде қазір ақша табудың интернетте саласы көп. Енді көбіңіз білетіндей, оның біреуі крипто, иә. Көп адамдар криптомен ақша табасың, байисың деген сияқты заттар айтады. Бірақ өкінішке орай мен өз басым криптомен байыған адамдарды көрмедім. Және де сөйтіп байым деп қадалған адамдардың бірімін. Себебі мен криптоға өзім кіріп, минус қателеспесем 9,5 миллион теңге, мына скринді қоя саламыз. Минус 9,5 миллион теңге мен жоғалтқан болатынмын криптоға, меме койнға кіріп. Мен түсіндім, криптода риск үлкен, доходқа шығу пайызы өте төмен. Сол үшін криптодан тек қана крипто бойынша курс сататын адамдар ақша табады. Екінші, енді көбіңіз естіп жүрген сала ол маркетплейсы. Маркетплейс енді мен жаман демеймін, ол өте жақсы, автоматизациясы бар, сервис сен үшін көп жұмыс процесін реттеп қояды. Бірақ та бұл жерде ең үлкен минус начинающийларға ол жерде демпинг бар. Яғни сен үлкен бұрыннан бері айналысатын, Қытайдан өте арзан бағада көп количествомен алатын, доставкада өте өзінің фураларымен әкеліп, өзінің товарын сататын адамдармен конкурировать етесің бұл нарықта. Яғни сен демпингтің кесірінен көп прибыль қоя алмайсың. Мысалы, тіпті Каспийді алатын болсақ, ол жерде бүкіл біздегі барахолкідегі оптовиктер Каспийға кіріп алған. И сен не істейсің, сен оптовиктермен конкурировать ете алмайсың. Өйткені олар өте аз бағамен қояды да, и сені бағамен ұтып тастайды. Сол үшін де мен маркетплейстарға кіруге кеңес беремін, тек қана Инстаграм арқылы брендіңді дамытып алып, одан кейін маркетплейсқа трафик жіберу үшін. Мысалы бізде сөйтеміз, біз Абройда қалай
бізде Instagram арқылы негізгі продажа, компанияның узнаваемости, реклама, адамдар бәрі сол жақтан бізді біледі. Ал кейбір моментте біз Каспиға жібереміз, яғни Каспи магазин арқылы біздің абыройын товарларын сатып ала береді біздің клиенттеріміз. Яғни тек қана маркетплейспен алысқа бармайсың. Инстаграммен бірге гибридный жасасаңыздар, алда уақытта жақсы масштабқа шығуға болады. Одан үшіншісі бізде өте танымал, ол тендерда, мысалы көп еститін. Бірақ мен сіздерге айтайын, тендерда риск өте үлкен. Өйткені сіздер өздеріңіз естіген шығарсыздар, тендердан 30 миллион минусқа кіріп кеттім, 20 миллион минусқа кетіп қалдым деген сияқты историялар өте көп. Енді тендерді айтатын болсақ, тендерді қараңыздар. Біріншісі, бұл жерде сен ақшаны бірден алмайсың да, сен тендер ұтқаннан кейін сен Қытайдан товар заказ беруің керексің, ол келуі керек. Келгеннен кейін сен алып көп суммада болады, одан кейін сен оны өткізесің. Өткізген кезде сен товарын қабылдамай қойса, ана товарың ешкімге керек емес болып қалады. Сол үшін де тендерда риск өте үлкен, және де бұл жақта мен ойымша начинающий ақшасы жоқ адамдарға бұл тендер мүлде арналмаған. Тура сол сияқты ақша табудың тағы бір көзі услуга сату. Енді сіз таргетолог болсаңыз да, маркетолог болсаңыз да өзіңіздің услугаңызды сатып жүрсіз. Бірақ та бұның минусы неде? Бұл жерде масштаб жоқ. Сен қанша жұмыс жасайсың, соншалықты ақша табасың. Ал бизнеста сен қанша жұмыс жасайсың, соншалықты ақша табасың деген коэффициент жоқ та. Яғни сен үшін командаң жұмыс жасайды, сен үшін ақшаң жұмыс жасайды. Ал услугада сен әр клиентке өзің подход жасайсың, әр клиентпен өзің жұмыс жасайсың. Сондықтан услуга саласында көп масштаб жоқ, бірақ бастапқы ақшаны табуға болады. Жалпы товарный бизнесті бастап бізде результатқа жеткізетін 5 қадамымыз бар. Осы 5 қадамды айтатын болсақ, ол ең біріншісі енді бәріңізге боль болатын, бәріңізге қиын болатын нәрсе, ол ниша таңдау. Ниша таңдау айтамыз қазір осы сабақта. Одан кейін бізде трафик, қалай дұрыс трафик тартуымыз керек, клиенттерді қайдан аламыз, соны айтамыз. Одан кейін бізде Instastore, яғни Instagram магазинді қалай ашамыз, қалай жүргіземіз, қалай клиенттерді Instagram сторымызға кіріп жоғары конверсияда ұстаймыз. Және де бізде продажа, яғни продажаны қалай өсіреміз, қалай клиентке сатамыз, соңында айтатын боламыз. И соңғысы, ол өте маңызды, делегирование, яғни команда жинау, өзіңіздің задачаны басқа бір адамға тапсыру арқылы өзіңіздің уақытыңызды сатып алып, ары қарай масштабқа шығуды да бүгінгі видеода айтатын боламыз. Жалпы бүгінгі видео барлығына пайдалы болады. Жалпы дұрыс ниша таңдау ол бизнеске жүргізуге қарағанда маңыздырақ. Неге десеңіздер, кейбір адамдар дұрыс ниша таңдамаған кесірінен, маркетингті білу мүмкін, бәрін білу мүмкін, бірақ та ол ары қарай алып кете алмайды да, и оның проблемасы нишада болады. Мысалы, сіз үй салатын болсаңыз, егер де фундаментті кішкентай қойып қойсаңыз, немесе фундаментті дұрыс құймасаңыз, фундаментті мысалы сіз өзіңіз қалайтын квадратураны үйіңізде құймасаңыз, потом барып құю болмайды да. Яғни ниша деген ол біз үйді салғандағы фундамент. Фундамент қандай болады, үйіңіз сондай болады. Ең маңыздысы ол бізде ниша. Сол үшін де біз ниша таңдауға өте қатты көңіл бөлетін боламыз. Жалпы видеоның соңынан көрсеңіздер, видеоның бір жеріне шығады QR код, сол QR кодты сканер ету арқылы сіз 300 ниша тізімін сыйлыққа ала аласыз. Сол үшін видеоның соңынан көріңіз. Енді ниша таңдау үшін бізде 4 критерий бар. Осы 4 критерийді сіздер істесеңіздер, сіздер дұрыс ниша таңдай аласыздар. Ең біріншісі, ниша таңдағанда оның операционкасы жеңіл болу керек. Яғни, мысалы, сіздің товарыңыз алдыңыз сатып жібере салдыңыз. Мысалы, менде бұрын постер сатқан кезде әрбір клиентке индивидуальный подход жасайтын. Бір клиенттің фотосын аласың, ол фотоны принт жасап шығарасың ана постерға, одан кейін оның QR кодпен ана видеосын жасайсың. Яғни ол өте үлкен операционка, и бір клиентті обслуживать етуге өте көп күш кетеді да. Сол үшін де ең оңайы ол просто товарды алдың, упаковать етіп жібере салдың. Товарды алдың, упаковать етіп жібере салдың. Яғни осындай операционкасы жеңіл нишаны аламыз. Келесі, сіздің сататын товарыңыз ол потребность жоғары болу керек. Узкая ниша кірмеңіз керек. Неге десеңіз, мысалы, конкуренциясы жоқ, жаңағыдай спрос жоқ ниша кірсеңіз, немесе бір узкая ниша, менде болған узкая нишаның бірі ол постер тағы да айтатын болса, ол өте узкая ниша. Тек қана сыйлыққа, тек қана белгілі бір жас аудитория ғана өтеді. Осындай узкая ниша кірсеңіз, сіз тағы да өзіңіздің қалаған ақшаңызды таба алмайсыз. Сол үшін де широкая ниша, яғни кең ниша таңдауымыз керек. Үшіншісі бізде маржа. Яғни бізде кемі товарға 2,5 немесе 3x қоя алуымыз керек. Мысалы, 10 мың теңгеге алсаңыз, сіз кемі 30 мың теңгеге сата алуыңыз керек. 10 мың теңгеге алсаңыз, кемі 25 мың теңге сата алуыңыз керек та. Ал жақсы жағдайда сіз тіпті 4-5x қойсаңыз, сіздің көп ақшаңызды таба аласыз. Сол үшін де товарға дұрыс наценка, дұрыс маржа қоя алу, ол біздің бизнесіңіздің таза пайдасы. Сіздің таза пайдаңыз осы наценкада жатады. Одан кейін бізде төртінші нәрсе, ол сезонный тренд, және қысқа уақытқа ғана жұмыс жасайтын нишаларға кірмеу. Себебі бұндай нишаларға кіргеннен кейін сіздер табысыңыз стабильный болмайды. Жаңа мысалы 8 мартта гүл саттыңыз, одан кейін уақытта сіз гүл сата алмайсыз да. Өкінішке орай сізге әрқашан
денежный поток дейді ғой, яғни әрқашан сізге ақша потогын әкеле алмайды ол. Сол үшін де біз мынандай система құрамыз, сізге денежный поток, яғни ақша ағынын әрқашан дұрыс ұстап отыратын. Сол үшін де сезонный бизнес ол бізде ұзақ уақытта стабильно байытатын бизнес түрі емес. Сол үшін де ондай нишаға кірмейміз. Бастапқыда біз көп товарды сатып алып керек емес. Неге десеңіздер, сіз бірінші бір товарды алып, оған реклама түсіріп, оған воронкасын реттеп, сіз оның спросын анықтап алғаннан кейін ғана сіз Қытайдан немесе басқа жерлерден оптом закуп жасасаңыз болады. Оған сіз миллиондаған ақшаңызды товардың закупына құртпаңыз. Бұл көп адамдар жіберетін қателік. Бірінші товарды алып келіп алады, товар тұрады, и оны сата алмай тұрады. Не істесек болады, сатамын деп, ақшам тұрып қалды деп айтады. Сол үшін де бұндай қателік жібермейміз. Біз бірінші бір-екі товарды аламыз, онымен контент жасаймыз, және де ол арқылы спросын анықтап алғаннан кейін, анализ жасап алғаннан кейін біз ары қарай уже масштабқа шыға аламыз. Бұл тіпті сіздерге мына жағынан да пайдасын тиеді. Мысалы, сізге бір адам бүйтіп айтса, брат, саған гарантированно мынандай бір прибыль әкелемін, мысалы, сен 100 000 теңге бересің, мен саған 300 000 теңге қылып бір күннің ішінде шығарып беремін десе, сен істейсің, мен саған 100 000 бермеймін, мен саған 100 миллион беремін дейсің, өйткені сен маған 300 миллионын шығарып бересің дейді. Яғни 3x көбейіп беремін десе, сіз оған қанша ақшаңыз бар, соншаны бересіз да, сол ақшаны шығару үшін. Тура сол сияқты, сіз товарный бизнесте, мысалы, ақша жоқ, ниша таңдай алмай тұрып, инвестор керек деген сияқты зат айтсаңыз, қателесесіз. Сіз егер бір товарды сатып, ол жақта спросты анықтай алсаңыз, сізге инвестор табуда, сізге сол закупқа ақша табуда дым қиын емес. Тіпті сіз поставщикке барып көрсете аласыз да, міне менде мынанша заказ, мынанша менде клиент, маған просто товарды бере тұрып, подряд мен сатам, сенімен бөлісемін десең, ол адам смело береді. Сол үшін ең бастысы ол продажа бизнесті. Товар емес, басқа емес, ең бастысы продажа. Сол үшін продажа жасай алсаңыз, инвестор табуда, ақша табуда, закупке ешқандай қиындық тудырмайды. Ниша таңдап алғаннан кейін бізде келесі этап ол трафик, яғни сіздің клиенттердің жазуы, клиенттердің келуі. Бизнес ол машина болса, трафик ол бензин, яғни сіздің машинаңыз тұр, бірақ оның ішіне бензин құймасаңыз, сіздің машинаңыз жүрмейді. Тура сол сияқты сіздің нишаңыз бар, или бір офлайн магазиніңіз бар, сіздің товарыңыз бар, бірақ оған сіз клиенттерді жібермесеңіз, сіздің ол товарыңыз сатылмайды. Мысалы, бір офлайн бизнесте ол қалай? Қанша адам кірді магазинге, қанша адам шықты. Кірген адамдарды трафик деп атайды. Тура сол сияқты біздің өзіміздің Instagram магазинге біз трафик жасауымыз керек. Жалпы трафик ол екі түрінен тұрады, ол біреу платный, біреу бесплатный. Біз тек қана бесплатныймен жұмыс жасамаймыз, біз платныймен де жұмыс жасаймыз, және де осы платный арқылы біз стабильность әкеле аламыз да бизнесқа. Платный трафик бізде ол ключевой, ол екеу. Ол біреу бізде жаңағындай таргет, өзіңіз естігендей Facebook таргет. Екіншісі бізде ол блогерлармен жұмыс, инфлюенсер, танымал адамдардан реклама алу. Енді таргеттен тоқтайық. Таргет бізге не үшін пайдалы? Таргетта сіз стабильно күнделікті қанша рекламаға бюджет құртсаңыз, соншалықты лид аласыз. Сіз есептей аласыз бизнесіңізді. Және де Instagram магазиндегі ең маңыздысы ол таргет. Ол блогерда емес, ол бесплатный трафик көзді емес, ол біріншісі таргет. Яғни сіз таргетті дұрыс жібере алсаңыз, дұрыс креатив түсіре алсаңыз, сізде постоянно продажа болады. Мысалы, біз Абровоч компаниясында бізде негізгі товарымызды сататын, негізгі ақша келетін трафик көзі ол бізде таргет. Енді дұрыс таргетті біз қалай түсіруіміз керек? Дұрыс таргет ол бізде негізі 4 этаптан тұрады. Осы 4 этап бойынша таргетке креативтар дұрыс түсіретін болсақ, бізде таргетіміз атады. 4 этапты айтатын болсақ, ол бізде біріншісі внимание. Мысалы, сіз күнделікті рилс листать етіп отырсыз, и біреудің реклама шықса, сізге оны реклама деп қарайтын болсаңыз, қызық емес болса, сіз өтіп кетесіз. Ал біздің задача осы көріп отқан Инстаграмның аудиториясын ұстап қалуымыз керек та. Ол үшін не істейміз? Біз вниманиемен ұстаймыз. Ол үшін неше түрлі хуктарды қолдансақ болады, танымал адамдарды қолдансақ болады, немесе бір танымал музыканы қолдансақ, біз таргетті ұстап қаламыз. Одан кейін бізде удержание, яғни мысалы сіз ұстап қалдыңыз клиентті, бірақ ары қарай кадр онша емес болса, немесе сопровождать ететін музыкаңыз дұрыс болмаса, клиент көрді, тоқтады и бірден листать етіп жіберуі мүмкін да. Кейбір адамдар осы ең бірінші этапта внимание ұстау үшін андай бір басқа бір шетелдің видеосын қолданады, біреу құлап бара жатқанын ұстап қалады, или біреу итергенін ұстайды. Ол дұрыс деп ойламаймын. Себебі ондай удержаниемен сіз сапалы сатып алатын аудиторияны әкеле алмайсыз. Сізде естественно дұрыс хукты қолдануыңыз керек та. Ал жаңағыдай барлығы қолданатын шетелдің бір құлап қалған біреу бірден төгіп алған контентті басына салсаңыз, ол жерден сапалы аудитория келмейді. Яғни удержаниесі төмен болады. Переход болды, бірден өткізіп жібереді. Сол үшін де удержание ол біздің вниманияға байланысты болады. Яғни сіз бірінші дұрыс ұстайсыз хукпен, одан кейін сіз өзіңіздің әңгімеңізбен, өзіңіздің подачаңызбен адамдарды ұстап отырасыз. Одан кейін бізде үшінші алатын болсақ, ол бізде үшіншісі оффер, ұсынатын клиентке ұсынысыңыз. Сіз мысалы скидка берсеңіз, сіз дополнительно клиентке сыйлық берсеңіз,
товарға жалпы қызықтыра алсаңыз, офер арқылы, ұсыныс арқылы, онда сізде клиент қызып, ол заявка қалдыру шансы көп болады. Ал бізде төртінші этап ол CTA дейді, яғни call to action дейді. Яғни call to action ағылшын сөзіне айтқанда, аударғанда әрекетке шақыру. Сіз таргеттан ұстап қалдыңыз, оны удержаниемен ұстап тұрдыңыз, артынша өзіңіздің ұсынысыңызды тастадыңыз, ұсынысыңызды тастағаннан кейін міндетті түрде шақыруыңыз керек. Кнопканы бас, подробнее кнопкасын бас деп. Соны істеген кезде сізде таргетіңізде лид арзанға түседі. Қазір біз дұрыс креативтің примерін видеомен қояйық, и бұл видеода жаңағы мен айтқан бүкіл элементтер сақталған. Соның арқасында бізде цена лида ол $0.50 келіп жатыр. Біздің компаниямызда $0.50 дегеніміз ол 250 теңгеге біз бір клиентті, яғни бір лидті алып жатырмыз. Сол үшін де ол видеоны көрсек. Күйеуіңізге немесе ағаңызға бағалы сыйлық іздедіңіз бе? Онда Аброй компаниясы сіздерге Алаш сағат коллекциясын ұсынады. Комплектте ағаштан жасалған футляр, таза былғарыдан портмоне, Аброй оюлы қаламы және 10 000 теңгелік жеңілдік купоны болады. Жақыныңызға еш қысылмай Аброймен сыйлайтын боласыз. Дәл қазір -30% жеңілдік жүруде. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз. Осындай креативтарды сіздер өздеріңіздің бизнестарыңызда түсіретін болсаңыздар, сіздің лидтарыңыз міндетті түрде арзанға келеді, және де сіз өзіңіздің рекламаңызды окупать етіп, сапалы лидтарды ала аласыз. Арзан лидқа емес, сапалы және сатып алатын лидтарға жұмыс жасаймыз. Сіздің таргет бюджетіңіз ол сіздің товарыңыздың сататын бағаңыздың тек 20%-на дейін болу керек. Мысалы, сіз товарыңызды 100 000 теңгеге сатсаңыз, сіз таргетке сол бір товар сатуға максимум 20 000 теңге құртуыңыз керек та. Яғни доллармен айтатын болса $40, яғни сіз $40 көп құртып қойсаңыз, сіз уже минусқа кетесіз. Сіздің юнит экономикаңыз минусқа кетіп, сіздің есебіңіз дұрыс болмайды. Сол үшін де бізде әрқашан 20%-ын ғана құрау керек. Яғни сізде мысалы цена клиента дейді, оны цена клиента бізде 20%-дан асып кетпеу керек. Ал доллармен айтатын болсақ, бізде енді Қазақстан нарығында шамамен бір лидтің, бір заявканың құны ол $1 дейін болады. $1 дейін заявка алсаңыз, ол нормально. Бізде шамамен компаниямызда $0.50 біз бір заявканы аламыз. Бізде таргеттан бөлек бесплатный трафик көзі бар. Осы бесплатный трафик бізде негізгісі ол екеу. Біреуі ол бізде Reels TikTok, екіншісі бізде сарафанка. Яғни сарафанка дегеніміз ол мысалы сіздің бұрынғы алып кеткен клиенттеріңіз отзыв арқылы басқасын айтады, ол екіншісі алады, одан кейін ол басқаға айтады. Яғни солай живая реклама арқылы сіздің товарыңыз сатылады. Яғни бұл өте конверсиясы жоғары, жақсы воронка көзі. Ал бізде ең көп клиент әкелетін тегін рекламаның түрі ол бізде Reels пен TikTok. Бірақ бұның минусы бар және де плюсы бар. Reels пен TikToктың минусы и плюсы. Минусы бұл жерде бізде әрқашан клиент келетін потокты басқара алмаймыз. Неге десеңіз, сіз мысалы бір видео салдыңызда, бұл 100% 1 миллион просмотр деген сізде гарантия жоқ та. Яғни сіз салдыңыз, атпауы мүмкін. Тағы да салдыңыз, атпауы мүмкін. Салдыңыз, қатты атып кетіп көп клиент келуі мүмкін. Яғни бұл жерде сіз басқара алмайсыз. Ал кәсіпте сіз егер өзіңіздің трафигіңізді басқара алмасаңыз, күніне қанша клиент жазатынын сіз есептей алмасаңыз, онда сіздің бизнесіңіз жүрмейді. Сіз тек қана таргет арқылы ғана оны басқара аласыз. Ал плюсы бұл жерде таргеттан қарағанда өте мықты плюсы. Егер де сіздің бір рилсіңіз атса, сізде өте көп клиент келеді, және де бұны сіз тегін аласыз да. Ойлаңызшы, мысалы таргетке бір клиентке мысалы 100 000 теңге товар сатуға 20 000 теңге құртсаңыз, ал Reels арқылы сіз 0 теңге құртасыз, сізде плюс 20 000 теңге таза пайда тағы да қалады, сіздің компанияңыздың чистая прибыль көп болады. Сол үшін де біз бастапқы кезде Reels пен TikTokқа қатты акцент бөлеміз, бастапқы капиталымызды Reels TikTok арқылы жинай аламыз. Бізде Reels арқылы жайнама сатып, өзінің компаниясын үлкен оборотқа жеткізген кейстарымыздың бірі ол Рамазан деген мырза. Яғни Рамазан мырза бізден обучение өтіп, өзі маркетолог болып, бір общепитта жұмыс жасап жүрген жігіт. Қазіргі таңда өзінің компаниясы бар, және де өзіне Camry 70 автокөлігін сатып алып, қазіргі таңда өзінің бизнесін успешно жүргізіп жатқан біздің кейстарымыздың бірі. Енді Instagram упаковканы біз ең бірінші неден бастаймыз? Ең бірінші компанияның атауын қоюдан бастаймыз. Мысалы біз атын қойған кезде жаңағыдай обобщенный ат қоймауымыз керек та. Мысалы сағат сатсаңыз, сағат деп қоймауыңыз керек та. Немесе телефон сатсаңыз, телефон, смартфон деп қоймауыңыз керек. Сіздің компанияңыздың аты есте қалатындай болу керек. Мысалы бізде сағат Аброй, Аброй сағаттың ассоциаты. Мысалы Apple, былай қарап тұрсаң, алмада оның переводы, бірақ ол осындай технологиялық продукттар сатады. Ол ноутбук сатады, ол iPhone сатады. Яғни ол жерде сенің атауың өте қатты әсер етеді компанияның ары қарай жүруіне, масштабқа шығуына, оны болашақ сатып жіберуге, бренд қалыптасуына. Сол үшін де атын дұрыс қоямыз. Это обобщенный емес, белгілі бір құндылықпен бір мағынасы бар сөзді қоямыз.
Екіншісі бізде логотип. Енді логотип жасау, мен ойымша бастапқы кезде көп ақша құртып, оған дизайнерге беріп керек емес. Біз аламыз да логотипті жай ғана өзіміз Canva немесе сол сияқты искусственный интеллекттер бар, қазіргі сервистер, соларға тапсырамыз да тегін өзіміздің логотипімізді жасап аламыз. Одан кейін енді сізде Инстаграмда атын қойдыңыз, логотипін жасадыңыз, соған қарай. Енді бізде келесі этап, ол бізде шапка профилі. Шапка профиліда бізде міндетті түрде доставка жайлы информация, біздегі қазіргі болып жатқан скидканы жазып қойсақ болады, және де біздің компаниямыздың мақсатын шапка профиліға жазып қойсақ, адамдар көріп, довериясы туып, ары қарай сізге әрекет жасайды. Және де ең соңғысы, ол бізде call to action, яғни міндетті түрде тапсырыс беру үшін деп астына WhatsApp ссылканы қойсақ болады. Сол кезде адамдар бірден сіздің рилсіңізді атқаннан кейін немесе таргеттан өткен адам көреді, и көргеннен кейін жаңа WhatsApp-қа немесе сізде дайректке өтіп сізге жаза береді. Яғни call to action міндетті түрде бізге керек. Бізде шапка профилін толтырып болғаннан кейін подписчик накрутка жасаймыз. Подписчик накрутка, яғни 10 мыңнан жоғары болу керек. Адам сіздің аккаунтыңызға кірген кезде бұрыннан жүріп жатқан, өте подписчигі көп, өте охваты үлкен, өте клиенті көп сияқты біз түр жасаймыз бір айтқан кезде, бастапқы кезде, чтобы клиенттің довериясын тудыру үшін. Сол үшін де міндетті түрде подписчикті накрутка жасап аламыз. Енді подписчик накрутка жасап болғаннан кейін бізде актуальный сторисы бар ғой, жаңа домалақ болып тұрады, соны біз толтырып шығамыз. Ол жерде ең бірінші бізде доставка жайлы информацияны саламыз. Ол жерге бізде отзывқа отдельно ашып қоямыз бір окно. Және де бізде ассортименттегі товарларды детальный обзор жасап, осы неге тығатын боламыз, актуальный стористарға тығатын боламыз. Себебі алдағы уақытта адамдар сіздің аккаунтыңызға кірген кезде бірден актуальныйды қарайды, бірден отзывты қарайды сізде, бірден доставка жайлы информация, бірден сізде товарыңызды сол жерде көріп қызығатын болады. Осыны міндетті түрде толтырып қоямыз, артық керек емес. Осылар жасап болғаннан кейін біздегі енді рилс пен фото-посттарды әдемі жасауымыз керек. Енді ол үшін бізде басқа конкуренттерімізді қараймыз да, соған қарай шамамен визуалын құрастырамыз. Яғни бізде аккаунттың фотолары бәрімен бірімен үйлесу керек. Өйткені адам бірден аккаунтқа кірген кезде, көрген кезде түсінікті болу керек. Мысалы, біз екі магазинге салыстыратын болсақ, қалай ойлайсыз, мына магазин алушы ма едіңіз? Әрине жауап жоқ. Неге? Себебі бұл магазинде Pinterest-тағыдай ешқандай жаңағы тірі контент жоқ та, адамның түрі жоқ, жай ғана фото, бір интернеттен алып фото қоя салған сияқты. Бұл жерде сенде доверие болмайды. Ал енді екінші фотоны алайық. Қарап тұрғандарыңыздай, бұл жерде базар болып жатыр да. Яғни өте арзан көрінеді. Бұл жақта доверие тудырады, бірақ адамдар сізден қымбатқа сатып алуға дайын болмайды бұндай контент болса сізде. Енді үшіншісін көрсетейік. Үшіншісінде қарасаңыздар, бұл жерде бізде әдемілік эстетика да бар, плюс бізде адамның түрін қолданғанбыз, яғни контент живой. Адамда плюс қымбат товар, сапалы товар деген ой қалыптасады. Сонымен қатар бізде бұл ешқандай мошенник емес, ешқандай жаңағыдай фейковый аккаунт емес, дұрыс аккаунт деген ой қалыптастырады. Түсіндіңіздер ғой? Сол үшін міндетті түрде адамның түрін, лицосын қолданамыз, және де визуалын тура осылай әдемілеп жасайтын боламыз. Сол кезде бізде жаңағындай келген трафик дұрыс конвертация жасалады. Таргет жібермес бұрын, рилстарыңыз атқызбас бұрын сізде кем дегенде 15-20 постты осылай әдемі упаковать етіп қойсаңыздар, сізде ары қарай келген таргетті тиімді пайдалана аласыздар. Келген трафикті дұрыс қолдана аласыздар. Сол үшін де аккаунтымызды осылай упаковать етеміз. Енді бізде келесі момент сату этапы. Көп адамдар мынандай сөзді естимін да мен. Сатып жатырмын дейді да, жаңа сатуға тырысып жатырмын, бірақ алмайды менен, неге алмайды? Неге менде продажа жоқ деген адамдарға айтарым, сату ол жай ғана клиентке ответ беру емес, жай ғана консультация беру емес, сатудың да өзінің белгілі бір структурасы бар. Осы структурамен біз клиентке сататын болсақ, міндетті түрде продажамыз алдыға жүретін болады. Енді продажаны түсінікті болу үшін мен сіздерге жаңа ешқандай теориялық білім емес, нағыз практиканы көрсетейін. Мысалы, бізге клиент жазып тұр, клиенттер бізге дайректке жазады немесе WhatsApp-қа осылай жазады. Обычно клиенттер жазған кезде ең біріншісі бізде цена деп келеді, яғни қанша тұрады, сколько стоит деп адамдар жазады да. И бұндай адамдарға көп сататын адамдардың қателігі, олар бірден бағасын айтып жібереді. Бұл өте үлкен қателік. Біз не істейміз? Бағасын айтпаймыз. Біз бірінші клиентпен амандасып, клиентпен танысып алатын боламыз. Екіншісі, біз сол сұрап тұрған товардың әдемі продающий видео жасап қоямыз. Кейбіреулер былай ойлауы мүмкін, продающий видео рилсқа салатын видео ма деп. Жоқ, рилсқа салатын видео бөлек, продающий видео бөлек. Неге десеңіз, продающий видео оландай әдем болмайды, оны үйде немесе бір офиста столдың үстінде өзіңіз телефонмен, өзіңіздің даусыңызбен монтажсыз жіберуіңіз керек, сондай түсіріп қойыңыз керек. Неге десеңіз, монтажсыз үйде түсірілген видео, өз қолыңызбен обзор жасап сөйлеген видео, ол сенімділікті қаттырақ тудырады чем рилсіңізді оған переслать етіп жібергеннен қарағанда. Себебі рилсіңізді жіберсеңіз, ол и так та көріп келді ол рилсті. Сол үшін де бізде осындай тірі видеоны клиентке жібереміз. Одан кейін астына сразу көп созбай, осы видеолар көргеннен кейін клиенттің өзінің желаниесі артады. Осы кезде өзіміздің бағамызды айтамыз.
Және де бағаны айтқан кезде біз міндетті түрде оффермен бірге айтамыз да. Яғни біріншісі бағасын жазамыз, және де оған деген скидканы айтамыз. Яғни мысалы бізде бағасы қазір 79.990, негізгі бағасы, бірақ та бүгін сағат 12:00-ге алсаңыз біздің бағамыз сізге скидка болады да, бізде 69.990 теңге біз бүгін алып кете аласыз. Яғни санаулы орын деп біз клиентті триггермен асықтырамыз сатып алуына. Одан кейін бізде келесі офферді айтамыз, ол тегін жеткізу. Өйткені көп клиенттер, өздеріңіз байқасаңыздар, тіпті Каспий магазиніне заказ берсеңіз де, біреуден бір басқа магазинге заказ берсеңіз де, міндетті түрде сіз доставкасын қарайсыз. Қанша күнде келеді, қанша тұрады доставка деген. Сіз доставканы вообще ойлағыңыз келмейді да. Сол үшін клиентке біз тез жеткізуді ойлаймыз. Одан кейін бізде тегін жеткіземіз десеңіз, клиент еш уайымсыз ала береді. Және де тегін жеткізудің плюсы, мысалы сізде платный доставка қойсаңыз, клиент айтуы мүмкін, мен барып өзім алып кетсем бола ма деп айтады. Ал егер сізде көрсететін шоурумыңыз, магазиніңіз болмаса, сіз қай жерге шақырасыз клиентті? Яғни сізге тиімсіз да. Сол үшін тегін доставка жасау сізге өте тиімді. Сол үшін тегін доставкамен продажаны тағы да көбейтеміз. И одан кейін бізге қосымша бонус сыйлықтар береміз, клиентке жібереміз. Яғни мынандай біз мысалы гравировка ручканы айтамыз да, мынандай гравированный ручка сыйлыққа бізде. И клиентті сатып алуға тағы да желание тартады. И бізде әрқашан сұрақ, переписка, яғни сообщение, ол тек сұрақпен біту керек. Мысалы көп адамдар бағасын айтады, мысалы бағасы қанша дейді, 79.990 болды, сонымен общение бітті да. Яғни клиент сізге керек та, сіз клиентке емес. Сол үшін сіз не істейсіз, міндетті түрде клиентке сұрақ қоя бересіз. Сұрақ арқылы сіз клиенттің желаниясын ашып, соңында не үшін алғысы келетінін сіз таба аласыз. Мысалы, товарды сіз өзіңізге іздедіңіз бе, әлде сыйлыққа ма? Яғни осы сұраққа егер клиент жауап беретін болса, мысалы сыйлыққа десе, сіз уже клиенттің өзін тағуын емес, ол қалай сыйлыққа беретінін ойлайсыз да. Мысалы, ол біреуге туған күніне, мысалы біздің абыройдың сағатын бергісі келеді, абыройдың сағатын берген кезде оған неге мән береді? Ол упаковкаға мән береді, пакетке мән береді. Оны берген кезде қымбат көрінуіне ойланады адам. И клиенттің осы возражениесін жауып алады да. Міне біздің мына видеоны біздің клиенттеріміз сыйлыққа береді. Ол сыйлыққа бергеннен кейін, мысалы бізде отзыв осында келіп жатыр деп отзыв жіберсе болады да. И одан кейін клиенттің сізден сол сағатты немесе өзіңіз кез келген товарды сатып алу ықтималдығы жоғары болады. Сол үшін де міндетті түрде клиентке ашық сұрақтар қою арқылы оның проблемасын табамыз. Осы возражениясына біз бірден бөліне өзіміздің жауабымызды беріп, клиенттің тағы да конверсиясын көбейтетін боламыз. И ең маңыздысы, көп келетін возраженияларға біз дайын ответ қоямыз. Ол қымбат деген ответ, бізде көп айтады қымбат, немесе басқа магазиннен көремін деген. Осы кезде көп адамдардың қателігі басқа магазиннен көремін деген кезде бірден бағасын түсіреді, жоқ онда тағы да скидка берейін дейді. Ол кезде клиент мүлдем алғысы келмей кетеді. Немесе қымбат дегенге ақталып бастайды. Біздің товарымыз қымбат емес, немесе біздікі негізі нормальный деген сияқты ақталып бастайды. Жоқ, ол ақталып керек емес, просто былай айту керек та. Басқа магазиннен көремін десе, жақсы. Сіз егерде өзіңіз басқа магазинге сенімді болсаңыз, ол сіздің таңдауыңыз. Бірақ та біз өзіміздің товарымызға сенімдіміз, және де оның сенімділігі ретінде бізде 10-нан астам клиент оған дәлелдеп, біз өзіміздің отзывымызды кесіп қолдансақ болады. Яғни клиент көбінесе ол 10.000 теңге, жаңағы конкуренттеріңіз болса, 5.000 теңге клиентке қатты рөл ойнамайды. Оған ең бастысы товардың сапасы мен сіздің сервисіңіз қатты рөл ойнайды. Сол үшін де қымбат, жаңағыдай басқа магазин аламын дегенге біз ешқалай ақталып, ешқалай түспейміз клиенттің алдында. Біз тек қана өзіміздің статусымызбен, өзіміздің кейстарымызды көрсету арқылы біз клиентке товарымызды сенімділікпен сата аламыз. Яғни ешқалай пихат етпей, өзіміздің күшімізбен сатамыз. И соңында міндетті түрде оплатаны бірден қабылдаймыз да, клиенттен несін сұраймыз, данныйларын қай жаққа доставка жіберу керек, не жасау керек. И клиент сатып алғаннан кейін сізге сұрақ қойып отыруы мүмкін доставка кезінде. Көп кәсіпкерлердің қателігі, клиент сатып болғаннан клиент жоқ та жоған. Ол клиентке жауап бермейді, игнор жасайды. А біз не істейміз? Клиентке міндетті түрде әрқашан бірден жауап беріп отыруымыз керек. Себебі ол клиент келесі жолы басқа клиентті алып келеді. Енді продажа бойынша мен айтатын ең басты цифрамен айтатын болсам, бұл жерде сіз 100 адам жасап, 100-не сата алмайсыз, өкінішке орай. 100 адам жасса, 100-дің 5-еумен 10-на сатсаңыз, ол өте жақсы көрсеткіш. 100-100-не сатпауға отырсыңыз. Және игнор жасса, ол нормально. Кез келген бизнеста клиенттер жай ғана қызығып, немесе просто так заявка қалдырып, ол адам жауап бермей кетуі мүмкін. Сол үшін де ешқалай көңіл күйімізді түсірмей, біз 100 адамның кем дегенде 5, жақсы жағдайда 10 адамға сатсақ, бізге жеткілікті. Яғни сізде продажа жасап, өзіңіздің воронкаңызды реттеп қойғаннан кейін, міндетті түрде сізге масштабқа шығу үшін команда керек. Енді көп адамдар үшін команда жинау ол қиын задача сияқты болуы мүмкін. Команда жинау ол өте қиын, структурасы қиын, жауапкершілігі үлкен, зарплат төлей алмаймын деген сияқты қорқыныштар болуы мүмкін. Бірақ та команда кез келген, мысалы сіз
әлемдік миллиардерларды қарасаңыз, үлкен успешный бизнестарды қарасаңыз да, ол жерде ең ключевой рөлді команда атқарады. Яғни команда арқылы сіз үлкен капиталыңызды жасай аласыз. Сол үшін де міндетті түрде сіз команда жинауыңыз керек. Енді команда қалай жинаймыз? Команда жинау бастапқы кезде бізде тамақ, қарын ашқан сияқты болады. Сіз не істейсіз? Бірінші сізге менеджер по продажам керек па? Сіз менеджер по продажам аласыз. Яғни сізге көп лид түсіп кетті. Ең бірінші сіз не істейсіз? Осы лидтарды сіз өзіңіз кешке дейін сатып отыра беретін болсаңыз, сізде фокус қалмайды басқа жұмысқа. Сол үшін де ең бірінші бізде алатын ключевой сотрудник ол менеджер по продажам, яғни сату мамандар. Сіз оған үйретесіз, қалай сатқаныңызды көрсетесіз, оған мотивация бересіз, және де ары қарай менеджер по продажам сіздің істеген жұмысыңызды, рутинді жұмысыңызды алып кетеді. Келесі біздегі осы Instagram магазиндегі команда ол көбінесе видеограф, мобилограф және контент-мейкер. Яғни сіздің видеоңызды түсіріп, монтаждап, әдемі салып отыратын адам. Егер де сізде видеограф болмасаңыз, мобилограф болмасаңыз, онда бастапқы кезде өзіңіз досыңызға тапсырсаңыз болады, немесе өзіңіз түсіріп тырысып көрсеңіз болады, бірақ алдағы уақытта, яғни сізде продажа болып барлығы дұрыс болғаннан кейін, міндетті түрде сіз осындай видеографты жалдауыңыз керек. Яғни соның арқасында сізде видеоңыз сапалы болады, таргет креативтарыңыздың лиді арзанға түседі. Соның арқасында сіздің бір сөзбен айтқан кезде таза пайдаңыз көбейіп бастайды командаңыз болған кезде. Және де жалпы сіздің Instagram магазиніңіздің сапасы артады да. Сол үшін де біз міндетті түрде Instagramға контент-мейкер жалдаймыз. Себебі Instagramның визуалы ол сіздің шоурумыңыздағы, магазиндегі шоурумдағы ремонт сияқты да. Егер ремонт иісі жаман болып тұрса, сіздің магазиніңіздің офлайн свет дұрыс түспей тұрса, или жаман локацияда орналасса, сіз не істейсіз? Бармайсыз, немесе барған кезде сатып алмайсыз. Тура сол сияқты сіздің Instagramыңызға кірген кезде әдемі упаковать етілмесе, қымбат жақсы видеографтың видеосы болмаса, онда өкінішке орай сізде сауда тоже төмен болады. Сол үшін де видеограф бұл бізде екінші ключевой сотрудник. Одан кейінгі менің ойымша таргетолог ол алдағы уақытта сіз масштабқа шығатын кезде таргетолог және финансист, HR сияқты мамандықтарды аласыз. Бірақ қазіргі таңда осы менеджер по продажам және де тек контент-мейкермен ғана жұмыс жасасаңыз, сізге бастапқы кезде әбден жеткілікті. Яғни осымен сіз әшейін 5-10 миллион теңге оборотқа осы 3-4 сотрудникпен жете аласыз. Осы сотрудниктерге қатысты өзімнің кейсімді айтатын болсам, Орынбасар деген кісі болған. Ол кісі жаңағындай маған келеді обученияға, келген кезде ода обороты где-то бір 600-700 мың теңге болады. И мен айтамын, неге продажа бар, товар бар, неге масштабировать етпейсің, неге көп реклама құртпайсың десе, айтады, мен үлгермеймін ғой дейді, таргетті көбейтсем. Маған мысалы күніне 200-300 адам жасса, мен жауап беріп, физикалық тұрғыда үлгермеймін, мен жауап бергенге шаршадым дейді. Мен айтамын, неге менеджер алмайсың? Мен сенбеймін менеджер. Ол менің клиентімді ұрлап кететін сияқты, мен алдап кететін сияқты деп айтады да, бірақ бұл оның миындағы қателік. Одан не істеді, ол өзіне бірден алды да 3 менеджер алды, одан кейін оның продажасы өсті, одан кейін контент-мейкер алды. Солай қазіргі таңда ол кісінің айлық обороты 8-9 миллион теңгеге жетті. Және бұл өзі электроника товармен айналысады, яғни AirPods, Apple Watch сатады ол кісі. И өзіне маған сообщение жіберген бір кез тамақ ішіп отқан кезде, мен өзіме машина сатып алдым сіздің қалауыңызбен деп. И сол кезде мен өте қатты қуанып кеткен болатын. Жалпы былай қарап тұрсаңыз, осындай қарапайым әрекеттің арқасында өзінің Camry автокөлігіне қол жеткізді. Яғни көп адамдар ақша табу қиын деп ойлайды, негізі ақша табу қиын емес, жай ғана дұрыс әрекеттерді жасасаңыздар жеткілікті. Мен айтқан осы бүкіл әрекетті поэтапно фокусты қойып уақыт өтіп жасасаңыздар, осыған қол жеткізе аласыздар. Көбінесе әрекет жасамайтын адамдардың миында мынандай проблемалар болады да, біреу менде опыт жоқ, жасау үшін опыт керек деп айтады. Бірақ сіз жасамасаңыз қайдан опыт келеді? Яғни бұл дұрыс емес ой да. Сіз бірінші бастап көрмей, жасап көрмейсіз, ешқалай айта алмайсыз, мен қолымнан келеді, келмейді деп. Сол үшін де міндетті түрде жасап көріңіз керек. Келесі таргетке ақша салсам, ақшам босқа кетеді, продажа жоқ дейді. Енді қараңыз, сіз егер алып бюджет видео түсіріп, оны таргетке жіберсеңіз, ақшаңыз күйеді. Ал егер де бағана инструкциямен дұрыс таргет видео түсірсеңіз, сапалы видео түсірсеңіз, және де оны таргетті дұрыс жіберсеңіз, онда сізде таргетте ақшаңыз слив болмайды. Яғни ол тоже сіздің миыңыздағы әрекет жасауға стоп беріп тұрған ойларыңыз. Одан кейін мысалы айтады, закуп жасадым, товар тұрып қалды дейді да. Мен бағана айттым ғой, сіз бірінші товарды айналыспас бұрын көп закуп жасамаңыз, ол көп адамдардың қателігі. Яғни осы сіз товарыңыз тұрып қалса, онда сіздің фокусыңыз тек қана маркетингте болады да, сатпасаңыз болды. Яғни оған еш уайымдамаңыз. Яғни товарыңыз тұрып қалса, это нормально. Көп адамдардың жіберетін қателігі. Оны шеше аласыз. Кейбір адамдар былай айтады, әрекет жасамауға, яғни мен бұрын товар саттым, таза пайда таппадым, жабылып қалдым деген сияқты айтады да. Енді бұл жерде сұрақта кәсіп сенікі емес деген сұрақ па, әлде мен белгілі бір әрекетті дұрыс жасай алмадым деген сұрақ па? Әрине, мен белгілі бір әрекетті дұрыс жасай алмадым, себебі егер кәсіп менікі емес, кәсіп қиын болса, неге басқа адамдарды ақша тауып жатыр? Неге сен сияқты адам мына жақта прибыль жасап жатыр? Онда проблема сенде да, яғни сенің әрекетің дұрыс болмауында. Одан кейін қазір айтады, товарный бизнесте конкуренция жоғары дейді. Мен сіздерге айтайын, негізі
конкуренциядан бұрын бізде клиентская база өсіп бара жатыр. Өйткені бұрын осыдан 2-3 жыл бұрын Инстаграмды қолданатын адамдар саны аз болған, және онлайн покупка жасайтын адамдар саны аз болған, көбісі офлайн алатын. Ал қазіргі таңда мен сіздерге айтайын, ең көп продажа ол онлайнда. Барлығы қазір тек қана онлайн сауда жасайды, онлайн тапсырыс береді. Бәрі еріншек қазір клиенттер. Сол үшін де мен ойымша бұл жерде конкуренция өскенмен бұл жерде нарық та үлкейді. Нарық үлкейген кезде яғни бәрімізге жетеді бұл нарық. Одан кейін офлайн точкам бар, онлайн сата алмаймын дейді. Яғни сіздегі қазір офлайн точкаңыз саудасы тоқтап тұрса, скорее всего тоқтап тұр, өйткені сіз онлайнға өтпедіңіз ертерек. Ол кезде не істейсіз? Просто осы офлайныңызды бағана айтқан инструкциямен жүріп өтсеңіз, тағы да ол жерде сіз плюсқа шыға аласыз. Енді жалпы былай өзім жолымды айтатын болсам, мен бағана айтқандай автобуспен жүретінмін, неуверенный болатын өзіме, маған мысалы қыздар да қарамайтын. Одан кейін мысалы мені шыны керек, ақшаң болмаған кезде ешкім сыйламайды. Мені мысалы ешкім сыйламайтын. Достарым да, кәсіпкерлер маған тіпті өзінің фокусында арнамайды. Ал қазіргі таңда Алланың қалауымен барлығы өзгерді. Мен мысалы қазір өзімнің арманда көліктерді әдемі, Porsche 911, BMW X5, Camry, өзімнің мақсаттарыма қазір 100% жетіп келе жатыр. Нені армандаймын, соған қол жеткізіп келе жатырмын. Менде қазір 100%-ық еркіндік бар, яғни қалаған уақытта, қалаған еліме мен саяхаттап бара аламын, кетіп қаламын, мен демала аламын. Бұл өте рахатты еркіндік. Және де ата-анамен отношение кайфта. Яғни сенде ақшаң болмаса, ата-анаңа қалай көмек беріп, олардың үмітін қалай ақтайтынын да білмейсің. Көбісі ата-ананың үмітін ақтау дейді да. Ата-ананың үмітін ақтау деген не ол? Ол әрине оларға армандағы заттарды сыйлау. Мысалы, ата-анаңды шетелге шығару, ата-анаңа қалаған дүниесін алып беру, бұл сенің ата-анаңның жаңа үмітін ақтау деген осы деп түсінемін мен. Және де орта, мысалы бұрын мен мені қолдамайтын орта болса, қазіргі таңда менде өте мені қолдайтын кәсіпкерлер мықты ортам бар. Ол ортадан кез келген моментте көмек сұрасаң да, ақыл сұрасаң да, олар әрқайсысы қол ұшын беруге дайын. Сол үшін де кәсіп жолы ол өте мықты, өте сапалы достардың жолы деп айтсам болады. Жай ғана осыдан вата сатып бастап, артынан жаңағы самокат, постер сатып арқылы бастаған адамның өмірі 3-4 жылдың ішінде 180 градусқа өзгерді. Және де бұл зат тек қана менде емес, барлық адамның қолынан келетін дүниеде. Енді кейбір адамдар айтады, Еркебұлан, сен феноменсің, жаңа сен ерекшесің деген. Білмеймін, менде қандай ерекшелік бар басқалардан. Тура басқалар сияқты менде бүкіл осы өміріндегі қателіктерді, неудачаларды өттім да, менің бірден қолымнан келіп кетпеді да. Сол үшін де ең бірінші әрекет жасау менің осы кәсіп жолындағы ең дұрыс шешімім болды да. Және де бұндай шешімді алатын болсақ, мысалы мен осыдан 4-5 ай бұрын реалити жасаған болатын, бір Әділ деген кісіні алып, өзімнің оқырмандарымның арасынан бір адамды алып, онымен товардың бизнесті ашқан болатын. И мен ойладым да, қалай болады екен, қандай нәтиже жасайды екенбіз деп. И біз Әділ мырзамен біз 10 күннің ішінде 5 миллион теңгенің астам продаж жасадық. И қазіргі таңда Әділ мырза өзінің стабильный саудасын жасап жатыр, айына 10 миллион теңге оборот, және де өзінің капиталын жинаған. Қазіргі таңда ол кісі өзі бір нишаларға кіріп, уже фуралармен товар әкеліп кіріп жатыр. Яғни ойлаңыздаршы, 5-6 ай бұрын Павлодарда жүрген жігіт қазіргі таңда Алматы қаласында тұрып, өзінің кәсіпкер ортасын тауып, өзінің бизнесін жасап, яғни товарын сатып, өзі ақша тауып жатыр. Яғни бұл зат мені өте қатты қуантады, что мен басқа адамдардың осындай үлкен нәтижеге қол жеткізуіне, өмірінің өзгеруіне себепкер болуыма. Товарный бизнес не только менің өмірімді, сонымен қатар Әділ мырзаның да өмірін 180 градусқа өзгертті. Жалпы осы Әділ мырзамен жасаған, осы айтылған сабақтарды детально толық білгілеріңіз келсе, онда бізде алдағы уақытта обучениямыздың жаңа потогы ашылады. Ол потокта біз бүкіл нишаларды жеке-жеке разбирать ететін боламыз. Әр нишаға жеке подход, воронкалар, яғни қандай креатив түсіру керек, қандай воронкамен жұмыс жасау керек, жалпы әр нишаның қалай аккаунт упаковкасы дұрыс болады, таргет және маркетплейспен интеграцияны қалай жасаймыз, соны толық өзіміздің обучениеде айтатын боламыз алдағы уақытта. Және бұл обучениеден кейін сіздер айтқан информацияны бірге бір жасайтын болсаңыздар, айына 2-2,5 миллион теңге оборотқа бірінші айдан бастап шыға аласыздар. Ең басты әрекетті бірге бір жасау. Бұл обучение кімдерге арналады? Бұл обучение кәсіпті ашқысы келетін адамдар, яғни 5-10 жылдап қателесіп жүрмей, яғни бір жылдың ішінде үлкен нәтижеге қол жеткізгісі келетін адамдар. Екіншісі кәсібі бар, бірақ та қазір өзі қалайтын прибыльда жүрмеген адамдарға арналған. Және ниша таңдай алмай, өзінің өмірінде шешім қабылдай алмай, немен айналысатынын білмей жүрген адамдарға бұл обучение арналады. Және де бұл обучение тіркелу үшін описанияға өтіп, сілтемеге өтіп, анкетаны толтырсаңыздар, біздің менеджерлер сіздерге хабарласып, отбор жасап алатын болады. Және бұл обучениеде бізде осы жол орын саны шектеулі. Сол үшін де бұл предзапись, яғни әлі біз обучение орын ашпадық. Предзаписпен арзан бағада біздің обучение алып қалғыңыз келсе, онда анкетаны толтырыңыз. Жалпы видео пайдалы болды деп ойлаймын. Осы видеода барлық информацияны қолдансаңыздар да біраз нәтижеге қол жеткізе аласыздар. Өзіңізге комментарийға ойыңызды жаза кетіңіз, және де каналымызға тіркеліп кетіңіз. Келесі видеода кездескенше.